Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге фразалық етістіктер туралы челленджді жалғастыратын боламыз. Ең бірінші сөз all find out. Get information, яғни бір ақпаратты табу, іздеу. Мысалы, can you find out what time the restaurant opens? Яғни сен ресторанның қай уақытта ашылатыны туралы ақпаратты тауып біліп бере аласың ба? I found out that we need to submit our essays next Tuesday. Біз өзіміздің эссемізді келесі сейсенбіге дейін жаңағыдай өткізуіміз керек деген мағынада. I don't know what the weather forecast is for tomorrow, but I'll find out. Мен ертеңгі ауа райының қандай болатынын білмеймін, бірақ мен оны табамын деген мақсатта. Келесі бізде come out. Appear from a place. Шығу. Яғни come деген келу болса, out деген шығу, сыртқа деп айтылады, яғни сыртқа шығу. She came out of the kitchen. Ол ас үйден шықты. He went to the cafe and came out with a coffee. Ол кафеге барды және де кофемен шықты. Please come out of the bedroom. Өтінемін, жаңадай жуыну бөлмесінен шық деген мақсатта. Go out. Go to an event, restaurant, pub, and party. Яғни қандай да бір кештерге, ресторанға, сондай бір туған күн кештері деген секілді шараларға бару. Let's go out for dinner. Кешке сырттан тамақтанайық деген мақсатта. You are going out a lot these days. Сен осы күндері көп жаңадай сыртқа бір қандай да бір шара не болмаса кездесулерге кешке барасың деген мақсатта. We should go out more. Біз көп сыртта жүруіміз керек деген секілді. Келесі бізде point out, show, mention, яғни бір нәрсені атап өту, атап көрсету. Мысалы, she pointed out the beautiful paintings on the walls. Ол қабырғалардағы өте әдемі суреттерді атап өтті. Please point out to the students that they must attend all the lectures. Өтінемін барлық студенттерге жаңадай ескертіп айт, олар барлық лекцияны өтуге тиіс. Келесі бізде we'll miss the bus if we don't hurry, he pointed out. Ол атап өтті, яғни егер де біз асықпайтын болсақ, автобусқа кешігеміз деп. Келесі бізде grow up, become an adult. Adult деген бізде ересек, яғни өсу. I grew up in Scotland. Мен Шотландияда өстім. My children are growing up too fast. Менің балаларым өте жылдам өсіп жатыр. When will he grow up? Ол қашан өседі? Осымен біздің бүгінгі фразалық етістіктер аяқталды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер.